Сәлеметсіздер ме достар? Бірге ең нәзік, дәмі тіл үйіретін, ерекше сәбізді тортты дайындайық. Ол үшін жұмыртқаға қантты қосып, үлпілдек болғанша миксермен араластырамыз. Кейін массамызға өсімдік майын, апельсиннің немесе лимонның шырыны мен цедрасын қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерді дайындайық. Ол үшін ұнға ас содасын, қопсытқышты, даршынды және қалауыңыз бойынша ұнтақталған имбирь мен мускат жаңғағын қоссаңыз болады. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, негізгі массамызға қосамыз. Жақсылап араластырып болған соң, 350 грамм сәбізді үккішпен немесе блендерде үгітіп қосамыз. Соған қоса керемет дәм беретін жаңғақты және де мейізді қосамыз. Барлығын араластырып, диаметрі 20 см формаға массаны құйдым. Енді бисквитті 170 градуста қызған пеште 70-90 минут аралығында пісіреміз. Бисквиттің тезірек піскенін қаласаңыз, екіге бөліп пісіріңіз. Сонымен қатар бисквиттің үсті біраз күйіндеп жатса, оның үстін фольгамен жауып пісіріңіз. Бисквит осындай нәзік, биік болып піседі. Енді ол суығанша крем-чизді дайындайық. Ол үшін творожный сырға қантты қосып, 1-2 минуттай миксермен араластырамыз. Кейін 33% кілегейді қосып, тұрақты крем пайда болғанша бірнеше минут миксермен араластырамыз. Сіздермен бір лайфхакпен бөлісе кетейін. Егер де бисквитті түзу қылып кескіңіз келсе, осылай бір қақпақты алып, соның бойымен бисквитті кесіп шығыңыз. Сол кезде корждарыңыз бірдей түзу болып шығады. Мінеки, біздің сәбізді бисквит осындай жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менде бұл ингредиенттерден 3 корж және 1 кішкене бисквиттің қалдығы шықты. Ал енді тортты жинайық. Әр корждың арасына кремді жағып шығамыз. Мен тортты бисквиттің қалдығымен, құлпынаймен және жаңғақпен безендірдім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша безендірсеңіз болады. Тортты тоңазытқышқа кем дегенде 5 сағатқа қойыңыз. Торт өте дәмді болғандықтан тез желініп, мен оның разрезін өкінішке орай түсіріп үлгермедім. Сіздер де бұл тортты міндетті түрде дайындап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын.